Кім ішпейді, қызды кім айттырмайды дейді ғой. Көңіл мен сыйлыққа ашықпын де. Мен саған бар жоғын біліне ма? Есім өркен болады. Уже Айданан тарапынан бір хайп қуып жүрген қыздар сияқты. Үміт беріп, ойнап жүрген Айдана ма? Маған ұнап отқан жоқ қазір мына жерде болып отқан нәрсе. Ана үміткердің орнына неге сен отырмадың? Нада бүйтіп отырып аламын қазір. Өркен келгеніне өкініп кеткен жоқ па? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Белгіні жазып алсаңыздар. Белгі бізде Жанеркенің қолында. Жанерке. Қалқаман мамыр. Ештеңе айтпайсыз. Жақсы. Баласы ханым, осы жерде айта кетсем бола ма? Енді білмеймін, адам дейтін бір пікір айтатын кезде өзінің артына қарап, өзінің кішкене өміріне қарап айту керек сияқты. Енді қазір мына жақта айтып жатыр ғой, Ақерке ажырасқан, сондықтан да қазір хайп қуалап келіп жатыр, үйленуге дайын емес деген сияқты. Сіз ше былай? Сіз де ажырасқансыз ғой, сіз де онда үйленуге дайын емессіз ба не? Болма. Біз қандай Ақеркені көріп жүрік дедім да? Үйленуге дайын емес Ақеркені. По факту сөйлесеш, кім? Мен үйленуге дайынмын, мен үйлену үшін келдім. Менің жағдайым да бар, мен тойымда жасай аламын, бәрін істей аламын, әйеліме де бас көз бола алатын адаммын, еркекпін сондай. Абылай, сен айта кетейінші баласы ханым, осы кешіресіздер. Сен бұл жерде қалай айтып жатсың? Нұржанға жаным ашиды деп айтып жатсың да. Сен бұл жерде Ақеркеге Нұржанмен таласып тұр, осы жерде сөз салған адамдардың бірісің. Ақеркеге келіп сен мұндай пікір айтуға мүлдем дұрыс емес сияқты. Одан кейін сен Нұржанға жаным ашиды деп жатсың ғой, сен жанын ашығаннан емес, просто екеуін екіге ажыратып жіберудің айласын жасап, сол үшін ғана айтатын сияқтысың. Потому что сен Ақеркеге осы жерде қанша күн жүріп, бейтаныс адам ретінде гүлінді жібердің, басқасын жасадың, осы жерде керемет қылып ұсынысын жасадың, артынша келесінде екеуі қосылғаннан кейін осыны тәтті әңгімесін айтып отқан кезде келіп орталарынан арам ойлардың саласында, одан кейін бұл нәрсе керек емес сияқты. Хайп қуу деген сияқты. Хайп қуатын адам Инстаграмына 135 пост салып, история салып жүретін адамдардың бірін солай айтуға болады. Мына жерде мен Ақеркеден ондай нәрсені мүлдем көріп тұрған жоқпын. Историс емес, сторис деші кім, Тима? Қанша айтамыз саған? Даңғара, мен Ақеркені қандай адам екенін біліп, содан кейін мен тоқтаттым. И біріншіден Нұржанның шынымен жақсы көргенін көрдім да. Абылай, рахмет, жаның ашығанына рахмет. Мына жерде Ақеркені үйіп түсірудің қажеті жоқ. Ақеркен қандай адам екенін білгеннен кейін мен тоқтаттым деп жатсың ғой мына жерде. Ондай бүкіл халық та біледі, ондай жағдай болмағанын ше. Енді өз сөзіңе өзің қарсы шығып жатсың да, ондай керек емес. Рахмет жаның ашығанына. Жаның ашса, сол кезде жаның ашуың керек еді. Мен қандай жақсы көріп тұрғанымды біліп тұрып, сен таныстыққа сөз салдың ғой, мысалы. Сол кезде жаның ашу керек. Рахмет. Тағы да айтамын, рахмет. Ажырасқан болса, басқа болса, ол үйленуге дайын емес деген әңгіме емес. Ол жерде қатты эмоцияның үстінде өтті, менікі де дұрыс болмады, жүр кетік шығып кетейік деген кезде, енді шығып кетсек бәрібір де мына таныстық тоқтайтын сияқты деген оймен ғана, не хочу, мен ондайды қаламаймын деген әңгімені ғана айтты деп ойлаймын, болды. Нұржан, екеуінің қарым-қатынастарында жылақ болатын сен ғой. Неге Ақерке жыламайды мысалы? Еркек сияқты болу керек отношенияда. Жоқ, мына жерде жыламайды деп отыр ғой, енді баласы ханым, саламатсыз ба, қайырлы күн. Енді мына жақта Ақеркені полный түсінуге болады, енді Нұржан сол кездегі тарапта айтқаны жүр кеттік қол ұстасамыз да шығып кетеміз деген сондай бір ұсыныс болды да, бірақ та дәл осы жерде осындай тема болып кәдімгідей ұрсып қырылысып атқаннан кейін сыртта бұндай болмай ма, сыртта екеуміз екіге кетіп қалмаймыз ба деген Ақеркенің тарапынан сондай бір ой болған сияқты да, и сол себепті де осы жақтан кеткен жоқ. Атак енді Ақеркенің өзімен де жаңа сөйлесіп қалған кезде, мен осы жақта тойымды жасап кәдімгідей шығып кеткім келеді деп сондай бір ниеті бар да, ақ ниеті бар баласы ханым. Сол себепті Ақеркенің жасаған полный дұрыс деп ойлаймын.
Иә, негізінде менің ойымша, наоборот, ажырасқан адам ол енді бір рет күйген үрлеп ішеді дейді ғой, сондай болады деп ойлаймын. Сондықтан да ағарке кішкене сақтанып жүрген сияқты, екінші рет сол жағдай қайталанбаса екен деген сияқты. Бірақ менің сұрағым негізінде осылай сіздерде бірінші рет емес, иә, ұрыс талай рет болды. Талай рет осылай сыртта өздеріңіз татуласып аласыздар да, келіп күліп отырасыздар дым болмағандай да. Енді сол мәселелеріңізді шешіп алыпсыздар. Бірақ осы нәрселер не үшін қайта-қайта қайталана береді, одно и то же да? Вот сіздер бір рет шешесіздер, бір рет ұрсасыздар, қайттан сол нәрсе одно и то же қайталана береді. Енді, например, сіздер отбасы болған кезде ол екінші рет ажырасуға апармай ма? Жоқ, енді опыты бар қатысушы ретінде саған сұрақ қойыншы, қандай кеңес бересің осыны тоқтатуға? Бұндай нәрселер қайталана бермеуіне. Нұржан, ол сенің отношениең ғой, менің не қатысым бар бұл жерге? Енді сіз сырттан ыңғайсыз көрініп отыр ғой, ол нәрсе сырттан ыңғайсыз көрініп отыр ғой. Көрермен ретінде деп айтайыншы, қандай кеңес бересіз бізге? Көрермен ретінде мен сіздерге кеңесім бір-біріңізді тыңдауларыңыз керек та. Өйткені Ағаркеде мінезі андай Алматының погодасы сияқты ғой, негізінде бірде былай деген сияқты. Соған ер азамат кішкене шыдап көне білу керек деп ойлаймын мен. Баласы ханым, тыңдадыңыз ғой, осы әңгімені. Мен де осы әңгімені де айтамын, негізше көп нәрсе, кішкентай нәрселер шығара бермейікші, өйстіп көрерменнің ойы өйстіп қалыптасып қалады деген нәрсе мен айтамын да негізі. Мен сені айтып алайын, мен сені бір рамкаға тығу үшін емес, мен сені бір қысу үшін емес, осындай ой қалыптасып қалмасын деген оймен таза ниетпен ғана айтатын едім да. Қара, ерліктің айтып жатқаны сендер всегда ұрсасыңдар деп жатыр да. Не үшін ол нәрсе тоқталмай жатыр? Енді мен жаңа айтып кеттім ғой, жаңа шыққан кезде, себебі біз көп жағдайда сөйлеспейміз. Мысалға, ашық нәрсе болады ғой, мысалы менің ренішім, иә, ол Нұржан үшін болмашы нәрсе болып көрінеді. Кәдімгідей ұсақ түйек нәрсе, сол үшін сүйкімсіз боламыз деген сияқты. Бірақ қыз баласы мүмкін түсінетін шығар, ол нәрсе менде мысалға бір рет тыңдай алмай қалды ма, ішімде қалып қойды ма, ол өсе береді, өрбей береді, ол наоборот жабылып қалмайды, одан сайын бір кәдімгідей бір проблемаға айналады да. И және де мен Нұржанға да айттым, мүмкін бізге шынымен де осы ашық сөйлесе алу керек деген сияқты. Оның тарапынан осындай болды. Мен сөйлесе алмаймын олай. Мен олай кетіп қаламын, немесе жындалам, эмоцияға берілем деген сияқты. Бірақ кеше сәл де болсын сен жақтан сондай бір компромисқа келу, сөйлесу, адамды тыңдау деген сияқты нәрсені мен көрдім. И мүмкін осыдан кейін болмайтын шығар деген менде үміт тұр, шынымен де бір үлкен үміт тұр. Бір-бірімізді біз мысалға екеуміз сыртта шеше алмайтындықтан, сөйлеспейтіндіктен екеуміз. Сондықтан да біз ол нәрсені мына жерге алып келеміз. Сосын мен шыдай алмаймын да, мен эмоциям шығады, сосын біз ұрысамыз. Бірақ қазірдің өзінде сен осындай ұсақ түйектерді шығармайық дегені мысалы маған ұнамайды. Болды. Баласы ханым, осы жерде айта кетсем болады ма? Күнде 1,5 сағат уақытында бір 11 мен 12:30 арасында бөліп тұратын болдым. Телефонмен сөйлесуге ғана ол әшейін. Негізінде көп мәселенің түйіні, шешімі сөйлесу. Жай ғана отыру, сөйлесу. Бірақ ең қиыны да сол болып тұрған секілді. Баласы ханым, осы жерде айта кетейінші, қайырлы күн баршаңызға. Негізі жаңа мен Абылайдың сөзінде қалып кеттім да. Абылай сен жақтан енді бір оскорблемент болды ма, не болды деймін да. Өтірік мақтап отырып жамандап кеттің. Енді бір жағынан Абылай да дұрыс қой, енді өйткені балықшыны алыстан таниды дейді ғой. Сол сияқты өзіндегі бар нәрсені біреуге внушать етіп жатыр деп ойлаймын да. Ал мына қарым-қатынасқа келетін болсақ, бұлардың арасында бір-бірін тыңдай алу деген нәрсе жоқ деген нәрсеге сенбеймін. Бар. Просто мен мына жерде не көріп отырмын, бұлардың арасында қарым-қатынас менің ойымша Ағарке жақтан Нұржаннан көп нәрсе күтетін сияқтысында Ағарке. Мысалға жаңағындай еркек болып ответственность алсын, алдағы уақытта мен кейбір проблемаларым шешуіне көмек берсін деген сияқты. Бір жағынан сен қазір осы мәселені шешу үшін сен немесе түсінуің керек, қазір Нұржанда басқа возможность жоқ. Мына жерде қазір азынан кешке шейін отырғаннан кейін басқа жұмыс жасауға возможность жоқ. Либо Нұржан жобадан шығып жұмыс жасау керек, либо сен соны түсініп күтуің керек та, жоба біткеннен кейін барып жұмыс жасап, главный перспектива бар болса, главный желаниесі болса, алдағы уақытта оның барлығы шешіледі деген ойда. Ғалымжан. Қайырлы күн, Балаза ханым, қалайсыздар? Кеше Нұржанның керемет сөздері бар еді ғой, маған айтқан. Ойбай, қыздың айтқан, шығамай қалдың, беттің, сөйттің, ой, өкше қылды. Нұржан, енді өзің айтып отқан сөздеріңе қарасам, сен өзің сондай болып отырсың да. Негізше. Нақты қай сөзіне шығамай, қай сөзін ығына. Негізше. Нақты қай сөзіне шығамай, қай сөзін ығына жығылып отырмын. Сен айтқан тыңдап, мысалы Ағаркен, мен сен сыртта да білем отырса, емен не істеймін? Айтқан тыңдап, мысалы Ағаркен, мен сен сыртта да білем отырса, емен не істеймін енді, қалай істесем болады да. Видишь, сен уже жақсы көресің. Қой, ондай әңгіме бар. Қой, Нұржан, білем ғой сені. Ондай әңгіме айтпақ қою керек. Мен ешқашан қыздың ығына жығылмаған, бұлай істеме ақ қой, бұлай істеме деп қана айтатын жарым, ешқашан ойбай. Ол сонда жылап құтылып кету керек болсан да?
дұрыс емес қой, жыламау керек қой. болды. Өзің жігітсің ба, жігіттің көрсетуің керексің да. Негізі ше Нұржан мынандай әңгімелерді бар ғой, жан-жақтан әлі мың түрлісін айтады ше. Айта берсін, қалай берсін. Ең бастысы сен өзің қай нәрсені дұрыс деп шешіп тұрсың, қай жерің қателіктеріңді өзің көріп тұрсың, соларды ұстанып алға қарай ұмтыла бер дегім келеді. Мынау айтады ғой, шын мықты болсаң, жауыңды да сағындыр, үріп жатқан иттерді тастақтырмай бағындыр дейді да. Жан-жақта қанша болады әңгімелердің бәрін жай бүйтіп жақсы жағынан өткізіп жіберсең, өзің де спокойно, өмірің де спокойно болады. Тек осылай тәтті әңгімелерді айтып жүре бер. Дұрыс, ол айтылады шынымен балауса ханым. Главный ең бастысы сен менің өмірімде көп болып кеттің деген әңгімені естіп отқан жоқпын ғой қыздың тарапынан мен. Болды, сол ғана жеткілікті маған. Ары қарай өзім реттеп аламын қалған бәрін. Иә, балауса ханым. Осы екі жұптан біз енді көп нәрсе күтіп отырмыз ғой, болашақта үйленеді деген сияқты. Осы жерде жұп болып жүр енді. Жап-жақсы екеуі ұрыспай жүрсе, біз де жақсы осында уайымдамай бір күшті болып отырамыз. Негізі бұлар бір-бірін өзгертуге тырысады, негізі. Негізі Ақерке Нұржанға өзгер деді, Нұржан Ақеркеге өзгер дейді. Негізінде бір-бірін өзгертіп керек емес. Қалай бар, солай қабылдау керек та бір-бірін. Содан кейін Ақеркенің жағынан көбінесе бір болмайтын нәрсеге, өткенде айттым ғой, болмайтын нәрсеге бір ұрыс, болмайтын нәрсеге бір ренжіп қалуы, сондай нәрсе болады. Негізі Ақеркенде құжатпен де сырт келбетімен де бір үлкен қыз сияқты болғанмен, меніңше ішкі жан дүниесі бұның әлі кішкентай қыз болып қалып қалғанда, солай өспей қалған, қалып қалған сөйтіп ше. Өйткені бүйтіп байқаймыз да, бір қарасаң күліп мәз болып отырады да, бір қарасаң жылайды. Жылағаннан кейін 5 минут, 10 минут өтпей жатып, қарасаң күліп отырады. Бәрін ұмытып кетеді мысалы ше. Сондықтан да тек өздерімен ғана жұмыс істеңдер деп ойлаймын да мен. Әркім өзімен жұмыс істеу. Ақерке өзіңмен, Нұржан өзіңмен. Бір-біріңді ешқашан өзгертіп керек емес. Енді жаңа айтып жатыр ғой, балауса ханым, Ғалымжан енді жылап сөйтіп түсіндіре ма деген сияқты айтып жатыр ғой. Нұржан айтып жатыр ғой, деген жауап болды да Нұржан тарапынан. Дұрыс, қыз баласы балауса ханым еркекке не еркелеп, немесе жылап сөйтіп түсіндіру керек та. Ал ер балаға төске шауып бетіне шапса, ол біз еркек адамдар никогда түсінбейміз. И менде бір мынандай нәрсе да, өздерін жаңа айтып жатыр ғой, жұмыс істеңдер деген сияқты өз-өздерімен. И сендер де өз-өздеріне сұрақ қойыңдар да, біз бұл отношение бізді төменге қарай түсіріп жатыр ма, немесе біз өсіп жатырық па деген сияқты сондай бір сұрақ қойып, сол нәрсемен жұмыс істесеңдер. Енді психолог дейді ғой, қазіргі таңда бар ғой балауса ханым, ол андай қызымен немесе жігітімен бару, ол бір жат нәрсе емес деп ойлаймын да. И сол себепті сондай бір мамандарға да барып сәл сөйлессеңдер күшті болады деп ойлаймын. Сандуғаш. Қайырлы күн, балауса ханым. Нұржан Ақеркені айтып отыр ғой, енді өздерің сыртта татуласып алып бірге жүресіңдер деп. Бұлардың просто көрініп қалады да, өте эмоционалды жұптарымыздың бірі ғой. Бұлар татуласса да, ұрысса да сразу көзге көрініп қала береді. Қалай бар, солай бір-бірлерін қабылдады, таза бір-бірін тапты деп ойлаймын. Бір-біріңізді қабылдағаннан кейін бақытты болыңыздар деп енді тілеймін. Өз-өздеріңізді қабылдаңыздар. Молодец, Сандуғаш. Бір күшті бірдеңе айтама десем, күтіп отырмын. Жаңа кім Ғалымжанның сөзінде қалып кеттім да, енді жаңағыдай Нұржанды не деп жатыр да? Жаңа өкше қол анау деп жоқ, ондай емес. Соңғы кезде Нұржанға наоборот мен ырза болып жүрмін бар ғой. Наоборот, осы направление беріп жүрген қазір жаңағыдай Ақеркені сөйтіп жүрген, тоқтайтын кезде тоқтатады, жіберетін кезде жібереді бар ғой. Неге десеңіз, соңғы эфирде мен прям ырза болдым да. Жаңадай кетесің ба, менімен бірге кет деген ол орынды деп ойлаймын. Енді Ақеркеге проверка болды. Бір жағынан бірге тұрып кете салса да бір болатын еді деймін да сол кезде. И Ақеркенің Нұржан тағы бір қателігі бар, осы жерде сонымен жұмыс істесең өте күшті болатын еді. Ол қандай қателік деп ойласаң, осы жерде сөздің байыбына бармай жатып, көзін жеткізбей жатып, адамның жаңағыдай бір жанды жеріне сөз тигізеді бар ғой. Енді осы жерде Нұрдәулетке білеміз ғой сен не үшін ажырасқаныңды деп айтады да, мысалы. Бірақ бізде де айта салсақ болады да оған. Ей, Ақерке, бізде сенің... Ол қарастырамыз оны. Бізде сенің не... Сол мәселемен айналысамын мен. Жоқ, Димаш қоя тұрасыз ба шамал? Не отыр? Айжан қазір асықпай айтып бересіз, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.